Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жеңіл дайындалатын чак-чактың рецептісімен бөлісемін. Жұмыртқамызға ас содасын және де бір шымшым тұзымызды салып араластырып аламыз. Ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Үстін жауып, 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан соң алып, екіге бөліп, жұп-жұқа етіп жаямыз. Қанша жұқа қылып жайсаңыз, сонша хрустящий болып, дәмді болып шығады. Енді осындай бөліктерге бөліп, кеспе-кескендей етіп кесеміз. Чак-чактарымызды қызып тұрған сковородкада өте көп мөлшерде майда қызарғанша пісіріп аламыз. Ал енді сиропын дайындаймыз. Суымызды құямыз, қантымызды салып, медымызды салып, араластырамыз. Медтің натуральны болғаны маңызды. Сондай сироптарыңыз ерекше дәмді болып шығады. Орташа отқа қойып, қайнағанша күтеміз. Қайнағаннан кейін отымызды баяулатып, тағы да 5 минут дайындаймыз. Ал енді ыстық сиропымызды дайын болған чак-чагымызға құйып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызды сары маймен майлаймыз. Чак-чагымызды біркелкі етіп противеньге жаямыз. Үстіне пищевая пленканы қойып, үстінен осылай тығыз болғанша басып шығамыз. Тоңазытқышқа минимум 3 сағатқа жібереміз. Чак-чагымыз дайын, енді алып шаймен беруге болады. Бұл рецепт өте жеңіл әрі оңай болып дайындалады. Сіздерге бұл рецепт ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Ақнұр. Егер де рецепт ұнаған болса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.